Әсет Ағниязовтың кеші ұлттық нақышта өтуде. Міне сахнасының өзі ерекше безендірілген. Ауылдан, Маңғыстау ауданының ауылдарынан әкелінген 22 төсеніш, олардың 8 ала теру, 14-і текемет аналарымыз тоққан. Сондай-ақ сахнаның бір шетінде Тұщыбектен келген Ертіс атты құсбегі өзінің қыран құсымен келіп отыр. Ол да концерттің шырайын аша түседі. Жеті қайқы бес жүйріктің шығармаларын түпнұсқада орындаушы. Ізбасар Шыртанов, Амандық Көмеков, Жеткізген Сейітов, Күріш Тасболатовтардың ізін басушы. Көненің үнін бұзбай, бүлдірмей жеткізуші Әсет Ағниязов. Тек әнші ғана емес, салмақты сазгер, көрнекті композитор. Өкініштісі, талант танылмай қалды, бірақ одан өнер ортайған жоқ. Жалпы өнердің жеттігі жоқпын енді. Бірақ бұрынғыдан сәл ілгерірек дамытатын шығармыз деген ой бар. Өнерге деген халықтың ықыласын, өнерді халықтың бағалауын, басқа енді артық ештеңе жоқ шығар деп ойлаймын. Маңғыстауда жеті қайқының үні үзілмепті. Әсеттен кейін қаулап өсіп келе жатқан жастарындар бар. Кеште дәстүрлерінің жыртысын жыртып жүрген жеті жігіт Маңғыстаудың жеті әнін орындады. Тыңдағандар құлақ құрышы қанып, арқасы дуылдап шабыты тасыды. Көрермен көптен бері жанды жай тапқызар, бітелген көкіректі ашар халық әндерін сағынып қалыпты. Керемет концерт бұл. Бүкіл мынандай концертті мен енді талай болып атқан шығар, мен көрген жоқпын. Себебі бүкіл мына біз жыр терме болады, эстрадалық әндер болады, бұлай лирикалық әндер болады. Ал бүкіл жаңағы ән, мына жеті қайқының әні бүкіл осы бір арқанды қоздыратын керемет қой бұл. Ал сазгердің ағалары мен ұстаздары қуанышымен ортақтасты, шын тілектестік білдірді. Бірінші Әсетке жаратушы үлкен кең дауыс берген. Ол дауыс бір ұнамайтын дауыс емес, әуезді, мәнді, сәнді, әдемі дауыс. Яғни адамның жүрегіне жететін. Әсетте ініміз барына қуанамыз. Енді талабы таси берсін, осы мұра Бердіханға да рақмет olsun ұйымдастырып атқан. Мұра келіп атқан қонақтар бәріне де сіздерге де сау болың. Кеште қасиетті өлкенің қарлығаш қызы Айгүл Қосанова жақсы жаңалықпен сүйіншіледі. Қыз Дәурен әніне жаңа клип түсіріпті. Маңғыстаудың ғаламаты мен ғажап табиғатын суреттеген клип көрерменнің көңілінен шықты. Маңғыстаудың саз мақамдарына салынған Светқали Нұржан тағамның сөзіне жазылған Қыз Дәурен, ән Дәурен деген ән монологының қазір осыған клип түсіргенбіз, бейнебаян соның тұсауын кесіп, осындай бір тойдың үстіне той жасамақшы ойымыз бар. Сондықтан да Құдай қаласа осы арнадан көретін боласыздар. Бүгінгі концерт сөз бен саздың 8-ші шығарылымы. Ендігі мақсат Әсет Ағниязовтың концертін Қарағия мен басқа да аудандарда өткізу. 3 сағатқа созылды, көрдіңіздер, бір адам орнынан тұрған жоқ, және ең соңында қимай қоштасып, тағы ән сұрап, халықтан пікір SMS арқылы хаттар келді. Айгүл Қосанова қайтадан ән айтсын деген, Тамара Асар көбірек айтсын деген, Әсеттің өзі микрофонды басып қойып, алып тастап айтсын деген ұсыныстар келді, бірақ оның бәрі алдын ала жазылған сценарий бойынша ескере алмадық, бірақ келесі ауданда концерттерде өткіземіз. Кеште көзі қарақты көрермен көп затқа қуанды, бірақ соның ішінде Әсет сияқты алтын дауыс сaf жүректі сазгерлері бар екеніне, бабадан қалған Саранау сарының сақталғанына сүйсінді. Халқы Әсеттің өнер ортасына бұратала оралатынына үмітті. Айсар Айтман, Ролан Аметұлы, Каспий ақпарат.